Мынау 1953 жылғы қирап жатқан Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласы. Кеше ғана аяқталған бір тілде сөйлейтін, бір дінді ұстанатын, қандас солтүстік бауырлармен болған аяусыз қанды соғыстан кейінгі көрінісі. Ал мынау инфраструктурасы мен тұрмыс деңгейі жоғары дамыған, жайқалып тұрған сол Сеулдың қазіргі көрінісі. Небәрі 20-30 жылдың ішінде батыс елдерінің деңгейіне жеткен Оңтүстік Корея өзінің экономикалық ғажайыбымен бүкіл әлемді тамсандырып келеді. Жер бетіндегі ең жоғары айлықтар мен тұрмыс деңгейі, ең үздік білім жүйесі мен кей-поп индустриясы, әлемді жаулаған көліктері мен электроникасы. Бәлкім осы видеода Кореяда жасалған экран арқылы немесе кәріз көлігінде кетіп барып көріп отырған шығарсыз. Қалайша Оңтүстік Корея аз уақыттың ішінде солтүстік көршісінен едәуір озып кетіп, әлемнің ең дамыған елдерінің қатарына кіріп отыр. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Өткен жолы шыққан Корея соғысы жайлы видеомыз жақсы қаралым жинап, комментарийлерде Оңтүстік Кореяның даму тарихын сұрап едіңіздер. Бұл видеоны сол сұраныстың жауабы ретінде қабыл алғайсыздар. Жалпы достар, YouTube-тың алгоритмдері өзгеріп, енді комментарийлердің маңыздылығы бұрынғыдан да артып жатыр. Сол себепті арнамыздың дамуына тікелей әсер ететін жағымды тіпті жағымсыз комментарийлеріңізді аямаңыздар. Оған қоса, сіздердің пікірлеріңіз біздің шығармашылық топқа мықты шабыт береді. Ендеше Samsung, LG, Hyundai, жалпы Корея кеттік. Атам заманнан бері Корея көрші алып державалардың ықпалында өмір сүріп келіп, тіпті кей кезде Қытайдың, Моңғолдардың және Жапондардың отарында болған. Әсіресе соңғылардың зесі кәрістерге өте қатты батқан соншалық, әлі күнге дейін екі ел арасында ыза мен кек жасырылған салқындық байқалады. 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғысы аяқталуымен кәрістер жапондардың бодандығынан құтылады. Алайда өкінішке орай жапондардың құтылғанымен сол кездегі жер деп аталатын шарихтегі ең үлкен, ең құдіретті екі держава тартысының құрбаны болып, екіге бөлініп, 3 жылға созылған 3 миллионды кәрістің жанын қиған қанды соғысқа ұшырайды. Бұл оқиғалар жайлы өткен видеомызда егжей-тегжейлі айтқан болатынбыз. Егер көрмесеңіздер, мына жерде сілтемесі шығады, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Сонымен 1953 жылы соғыс аяқталғанда қос Корея елдерінің жағдайы өте нашар болады. Жаппай жоқшылық, аштық, құлдырау. Бұл дағдарыстан экономикасын дамытып тез шығайын десе, кез келген уақытта соғыс қайтадан басталып кетеді деген үреймен өмір сүретін халықтың өзі сауатсыз болады. Бұндай қиын жағдайдан кәрістердің тез аяққа тұрып кетуі алып державалардың көмегінсіз мүмкін емес еді. Сол себепті солтүстіктегі коммунист кәрістерге Кеңес одағы мен Қытай жәрдемдессе, оңтүстік кәрістерге ақш миллиардтаған долларларын аямай жұмсайды. Алғашқы 15 жылдың ішінде Америка Оңтүстік Корея экономикасына қайтарусыз көмек ретінде шамамен 3 миллиард доллар құяды. Қазір курспен бұл сома шамамен 32 миллиард долларды құрайды екен. Тағы да айта кетейін, қайтарусыз көмек ретінде. Неткен жомарттық дейсіздер ғой. Бірақ әр центін есепке алатын ақштың бұл әрекетіне алданып қалмаңыздар. Америка бұл қадамға кәрістерге мейірімі оянып, жанашығаннан емес, қайта өз ұпайын түгендеп, жер шарының осы бөлігінде ықпалын сақтап, өзінің негізгі қарсыласы Кеңес одағымен иық тіресу үшін барған. Қазіргі таңда Корея диктатурасы дегенде бірден солтүстік Корея ойымызға келеді. Алайда ол заманда диктатура екі жақта да болған еді. Солтүстікте Ким Ир Сен жолдас қатаң билігін орнатып жатса, оңтүстікте Корея Республикасының президенті Ли Син Ман да оның билігімен келіспейтіндерді, әсіресе коммунистерді қатаң жазалап қудалайтын. Сол заманның диктаторларынан қалыспай Ли мырза өз тұлғасына табынуды оңтүстікте белсенді енгізіп, жемқорлыққа батқан үкімет құрады. Бұл Корея Республикасы тарихының аса қызыға қоймайтын ұсқынсыз кезеңі. Осы жерде ақш сыртқы саясатының екіжүзділігін айтқым келеді. Жер бетінде демократияны қолдап қорғайтын Америка сол демократияның негіздерін аяқ асты қылып жатқан одақтасы Ли Син Манның қылмысты әрекеттеріне көз жұма салады. Себебі ол болмаса, бұл жерге коммунистер келіп, билігін орнатса, Америка бұл төгіректе өз ықпалынан айырылып қалатын еді. Осылайша, ақштың өзі дәріптеп жүретін құндылықтарынан өзіне керек кезде сәл ауытқып кететін жайы бар. Не дейміз енді? Пенде ғой, бәрі қателеседі. Сонымен авторитарлық билігін сақтап қалу үшін бірнеше рет конституциясын өзгерткен Ли Син Ман 1960 жылы ұятсыз бұрмалаушылықтардың арқасында президент сайлауда тағы да жеңіп шығады. Бұған наразы болған студенттер мен қарапайым халық жаппай ереуілге шығып, бүкіл ел толқып кетеді.
Бұның арты сәуір революциясына ұласып, Ли Сен-ман биліктен кетуге мәжбүр болады. ақш бейнесіндегі оның қамқоршы үлкен ағасы Ли мырзаны Гавайиға көшіріп жібереді. Ол онда 5 жыл өмір сүріп қайтыс болады. Еліңнен қуылсаң да, өмірінің соңғы 5 жылын Гавайида шалқып сүрсең жаман емес, Ли Сен-манның кетуімен Кореяда демократиялық екінші республика құрылады. Әрине, демократия дегеніміз жақсы ғой, алайда бұндай демократияға дайын болмаған жаңа үкімет Корея республикасын тұрақсыздық пен хаостың тұңғиығына батырып жібереді. Бұған шыдай алмаған бір кәріс жігіт елін дағдарыстан шығару үшін революцияға 1 жыл өткеннен кейін әскери төңкеріс жасап билікті өз қолына алып, Кореяда қайтадан диктаторлық режим орнатылады. Бұл кісі диктатор болғанымен, оның саясаты оң әсер беріп, Ханган өзеніндегі ғажайып деп аталатын экономикалық өркендеу мен Корея республикасының қазіргі дамыған жайқалған кезеңі басталады. Бұл жігіттің аты генерал Пак Чон Хи, қазіргі дамыған бай Кореяның атасы. Бұл кісі билікке келісімен бірден қатаң тәртіп орнатады. Елде төтенше жағдай жарияланады, парламент таратылып кетеді, бұқаралық ақпарат құралдарына цензура орнатып, оппозиция қуғынға ұшырайды. Яғни диктатура орнату тұрғысынан Пак Чон Хидің кешегі Ли Сен-маннан ешқандай айырмашылығы болмайды. Алайда оған қарағанда Пак мырза туған халқына тез нәтиже беретін нақты экономикалық даму жоспарын ұсынып, оны іске асыра білді. Бұл жоспардың мәнісі мынада: елдің экономикасын шетелге, яғни экспортқа шығаратын тауарларды өндіруге бағыттайды. Бұндай өндірісті экономиканы жасап құру үшін білікті кәсіпкерлер мен мамандар керек қой. Ал ол заманда дағдарыс пен соғыстардан көз ашпай жүрген сауатсыз кәріс халқында ондай адамдар қайдан болсын? Сол себепті генерал Пак бар мен базар деп, сонау Жапон оккупациясынан бері қолынан кәсіп келіп, жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан 30-40 кәсіпкерлер отбасыларын іріктеп, оларға сұмдық қолдау көрсетеді. Мысалы, мемлекет оларға субсидия, салықты жеңілдіктер, арзан несие, тіпті кей кездері кері несие беретін. Ол қалай десеңіз, мысалы кәсіпкер мемлекеттен $1 миллион несиеге алса, белгілі бір уақыттан кейін ол несиені кемітіп 900 мың немесе тіпті $800 мың қылып қайтарып беруге міндетті болатын еді. Қолдау деп осындай. Бірақ президент Пак осындай жомарттық жасап, кәсіпкерлерді бетімен жіберді деген сөз емес. Осыншама қолдаудың сұрауы қатаң болатын. Көмек алып отырған кәсіпкерлер апта сайын президентке есеп беретін. Жоспар мен талаптарды орындамай көрші, бәлеге қаласың дей бер. Пак Чон Хи экономиканың басты драйвері, яғни қозғалтқыш күші экспорт екенін нақты белгілеп, экспортқа жұмыс істемейтін бизнес мемлекетке қажет емес деген ұран жариялайды. Ал экспорттан түскен ақша шетелден жаңа технологияларды сатып алуға, заманауи заводтар мен үлкен инфрақұрылымдық нысандарды салуға жұмсалады. Осылайша Кореяда жаппай жаңа автожолдары, темір жолдары, порттар, электростанциялар мен кеме, машина, электроника тағы да басқа күрделі заттарды шығаратын өнеркәсіп мекемелері бой көтеріліп, ел экономикасы дами әрі байи түседі. Кезінде Оңтүстік Корея өнеркәсібін дамытып байыса, қазіргі таңда Қазақстанда бизнес жасаумен қатар құнды қағаздарға инвестиция жасау арқылы қалтаны қалыңдатуға болады. Бұл саланың бірнеше артықшылықтары бар. Біріншіден, маркетинг, сатылым, адам жалдау сияқты бизнестің түрлі машақаттарынан ада боласыз. Екіншіден, шетелдік валютада инвестиция жасағандықтан девальвациядан еш қорықпайсыз. Үшіншіден, соңғы жылдары құнды қағаздарға инвестиция жасау жалпы халқымызға қолжетімді болып келеді. Осыған орай Астана халықаралық қаржы орталығының лицензиясы бар өзім қолданатын Пайдекс брокерін ұсынамын. Қазақстан брокерлер нарығының ең тиімді комиссиялар осы Пайдекста. Сүйікті қызыл түсті банкіңіз арқылы өте оңай ақша салу әрі шығару да осы Пайдекста. Егер инвестицияңыз шарғи тұрғыда халал болғанын қаласаңыз, адал не арам екенін көрсететін функция тағы да осы Пайдекста бар. Пайдекстің тағы да бір ерекшелігі, бұл брокер Instagram секілді әлеуметтік форматта жасалған. Яғни танымал әрі білікті инвесторлардың портфельдерін зерттеп, өз инвестицияларыңызды реттеуге мүмкіндік аласыз. Жалпы достар, төмендегі сілтеме арқылы Пайдексқа тіркеліп, $50 брокерлік комиссияларға бонусыңызды алып үлгеріңіз. Осындай үлкен әрі күрделі жобаларды Пак Чон Хи үкіметі жоғарыда айтқанымыздай іріктелген 30-40 отбасылық корпорациялармен іске асырады. Болашақта бұл корпорацияларды чеболь, яғни бай отбасы немесе бай әулеті деп аталып кетеді. Ендеше Кореяны осындай күйден мынандай жағдайға жеткізген осы чебольдармен жақынырақ танысайық. Танысып қойыңыздар, Чон Жу Йон. 30-40 жылдары бұл жігіт Кореяда жиі бұзыла беретін көліктерді жөндейтін шеберхана ашып, кәсібін сәтті бастайды. Алайда екінші дүниежүзілік соғысы басталғанда жапондар оның шеберханасын тартып алып, өз қажеттіліктерінде жұмсайды.
Ал 1946 жылы жапондардан құтылғаннан кейін Чон мырза тағы да дәл сондай бизнес ашып, оны сәтті жалғастырады. Соғыстан кейінгі Кореяда көлікті жөндеу қызметіне сұраныс тек өсе береді. Бұл кісі өз компаниясын заманауи, яғни Hyundai деп атайды. 1950 жылдарға таяу Hyundai көлік жөндеумен қатар қирап жатқан елді қайта тұрғызу үшін түрлі құрылыс жобаларын іске асырады. Оның ішінде мыңдаған ақш солдаттарына арналған казармалар, Сеул мен Пусан арасындағы стратегиялық маңызы бар тас жолы, электростанциялар мен түрлі заводтарды салады. Корея соғысының соңына таяу Чон Жуйонның компаниясы американдықтардың тапсырыстарын орындайтын басты серіктесіне айналып, олардан өзінің конкуренттерінде жоқ заманауи құрал жабдықтарға қол жеткізеді. Нәтижесінде Hyundai Корея үкіметінен ең үлкен құрылыс контракттарын ұтып алатын. Себебі басқаларда бұндай тәжірибе де, ресурстар да болмайтын. Ал 1967 жылы Hyundai Motor Company мекемесі құрылып, көлік шығару кезеңі басталады. Алдағы 8 жыл бойы американдық Ford компаниясына технологиялар, Италиядан дизайнерлерді, бас елдеріне тағы да басқа маңызды заттарды алдырып, ақыры 1975 жылы Hyundai'ның алғашқы автокөлігі Hyundai Pony'ді шығарады. Бұл оңтүстік Корея тарихындағы ең бірінші отандық автокөлік болатын. Ал қазіргі Hyundai'ның жағдайын білгіңіз келсе, өзіңіздің не көршіңіздің көлігіңізге қараңыз. Мысалы, мен де осы компанияның көлігін мінемін, және бұл машинаға ризамын. Чон мырза, респект, жарайсыз. Бұл аз десеңіз, 1972 жылы Hyundai Heavy Industries құрылып, 3 жылдың ішінде бұл компания әлемдегі ең ірі кеме жасап шығаратын мекемеге айналады. Бұл Hyundai'ның қысқаша тарихы. Ал мына Ли Бён Чхоль атты жылы жүзді кісіні танисыз ба? Әрине, оннан 9-ы танымайтын шығар. Бірақ бұл кісінің компаниясы жайлы естуіңіз, тіпті оның өнімдерін қолданып жүруіңіз әбден мүмкін. 1938 жылы Ли мырза Тейго деп аталатын кішкентай ғана қаласында балық, кеспе, күріш үні, көкөніс сияқты тағы да басқа қарапайым өнімдерді сататын 3 жұлдыз деп аталатын шағын ғана сауда фирмасын ашады. Корея соғысының кезінде солтүстік әскері Ли мырзаның Сеул қаласындағы қоймаларын жағып жібереді. Дегенмен, соғыс біткен соң Сеулға оралып, таныстар арқылы сол балық, кеспе сияқты ең қажет заттарды жеткізумен мемлекеттік тапсырыстарын немесе біз айтқанда тендерлерін ұтып алып, кәсібін сәтті жалғастырады. Бұндай майлы тендерлерді ұтып алуына Кореяның алғашқы президенті Ли Сен Манның досы болған Ли Бён Чхольдің әкесі көмектеседі. Я достар, көріп тұрғандарыңыздай, Кореяда да бизнес таныстықпен жасалады. Ары қарай Ли Бён Чхольдің 3 жұлдызы жеңіл өнеркәсіпке бет бұрып, қант, жіп, мата, тыңайтқыштар сияқты өнімдерді шығара бастады. Ал кәсіп әжептәуір өсіп қалып, ақшасы көбейгенде банк, сақтандыру, медиа бизнесінде қолға алады. 1969 жылы электроника нарығына кіріп, телевизорлар, тоңазытқыштар, микротолқынды періштелер шығарып, Кореямен қоса бүкіл әлем нарығын өзінің арзан әрі сапалы өнімдермен толтырып жібереді. 1974 жылы Hyundai'дан қалыспай кеме шығару мен құрылыс бизнесіне кіріп, үлкен жетістіктерге жетеді. Ал 2009 жылдан бастап Apple'дың iPhone'ымен бәсекеге түсіп, 2011 жылы әлемдегі ең көп смартфон сататын компанияға айналады. 3 жұлдыздың тағы да айтулы жобаларының бірі әлемдегі ең биік ғимараты Дубайдағы әйгілі Бурдж Халифаны салады. Я достар, өздеріңіз түсініп отырғандарыңыздай, 3 жұлдыз кәріс тілінде Samsung деп аталады. Қазіргі таңда Samsung Кореяның ең үлкен әрі ықпалды чеболі. Samsung пен Hyundai'мен қатар LG, SK Group, біздің рахатты сатып алған Lotte барлық чебольдардың дамуы мен осындай үлкен көлемдерге жетуі бір жолмен, бір сарынмен іске асады. Мемлекет оларға қыруар қаржы беріп кеңдік жасайды. Ал чебольдар ақшаны жеп қоймай, болатынға да, болмайтынға да той жасай беріп, тоқалдарынан Геленваген ала бермей, қаражатты орынды жұмсайды. Білмеймін енді, тоқал алып той жасай берген шығар, бірақ ақшаны дұрыс жұмсай білгені сөзсіз. Жарайсыңдар, кәрістер, дегім келеді. 2024 жылы болжанды есеп бойынша Корея Республикасының жалпы ішкі өнімінің шамамен 70-80%-ын осы чебольдар өндірген екен. Яғни қазіргі таңда Кореяның экономикасы мен байлығы осы чебольдарда негізделген. Кей-поп пен рамен сүйер қауымға хабарлама. Достар, мен кәсіби саяхатшымын. YouTube'тағы блогымнан бөлек әлемнің көптеген елдеріне авторлық турларды ұйымдастырамын. Алдағы уақытта оңтүстік Кореяға аттанамыз. Бұл сапар барысында Сеул қаласынан бастап Корея елінің мәдениеті, тарихы, дәмді тағамдары, косметикасы және әйгілі Hyundai, Samsung, LG компанияларымен етене танысамыз. Құдай қаласа, бұл сапарды гид ретінде өзім бастап, Корея тарихы жайлы тың мәліметтермен бөлісем. Осы және тағы да басқа сапарларға қатысу үшін төмендегі телефон арқылы хабарласыңыздар. Чебольдардың дамып күшеюіне мына оқиға түрткі болады.
кез келген көмек, әсіресе тегін не арзан көмек тоқталады. Корея тарихында да солай болады. Бастапқыда Кореяға арналған қаржылық әрі әскери ресурстарды енді Вьетнамда соғыс жүргізуге бағыттайды. Бұл шешімнің бірнеше маңызды салдары туындайды. Біріншіден, ақш соғысқа қажетті көптеген әскери тауарларын оптимизация мақсатында Кореядан алдыратын. Бұл өз кезегінде Кореяның өнеркәсібі мен экономикасының дамуына мықты серпіліс береді. Достар, доллар тарихы жайлы видеомызда айтқанымыздай, соғыс байып кетудің ең керемет жолдарының бірі. Екіншіден, ақштың әскери күштері мен техникасы Вьетнамға көшкенімен, солтүстік Кореядан төніп тұрған қауіп ешқайда көшкен жоқ. Естеріңізге сала кетейін, қос Корея елдері әлі күнге дейін ресми түрде бітім жасамай соғыс күйінде келеді. Сол себепті отандық әскери техниканы өндіру қажеттілігі туындайды. Ал бұл күрделі әрі қымбат тапсырманы орындауды Корея Республикасының үкіметі кімге тапсырды дейсіз? Әрине, чебольдарға. Себебі бұндай маңызды шаруаны тындыру үшін олардан басқа ешкімнің шамасы да ресурстары да жетпейтін еді. Осылайша Hyundai'ден танктер, Samsung пен Kia'дан гаубицалар мен зымырандар дүниеге келеді. Достар, біздің арна қарқынды дамып келеді. Осыған орай командамыздың кеңеюіне байланысты бізге осы Friday Time арнасының форматында жазылатын талантты сценаристер керек. Егер сізде бұндай қабілет пен біздің негізгі идеямыз қазақ тілді интеллигенцияның жаңа буынын қалыптастыру мақсатымызға атсалысқыңыз келсе, төмендегі телефон арқылы хабарласыңыздар. Бүкіл әлемде, әсіресе біздің елде LG, Hyundai, Samsungтар тек тұрмыстық техника мен көліктерді шығарады деп танылған. Алайда Кореяда бұлар бәрімен айналысады. Hyundai кемелер мен жолдар салады, Samsung әскери техника мен әлемдегі ең биік ғимаратты салады. LG косметика мен медицина өнімдерін шығарады. Жалпы чебольдар Кореяда бәрін шығарады. Негізі бизнес тұрғысынан бұл қате шешім. Алайда о бастан Корея билігі бұл қадамдарға баруға мәжбүр болады. Жалпы Кореяның байлығы мен дамуының атасы Пак Чон Хи президентінде экономикалық тұрғыда екі таңдау болған. Біріншісі, еркін әрі әділ нарықтық бәсеке орнатып, 30-40 емес, жүздеген компаниялардың дамуына жағдай жасау. Бұл жағдайда әлгі жүздеген компаниялар әділ бәсекеге түсіп, арасынан мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар, бәсекеге қабілетті, кез келген дағдарыстарға төтеп бере алатындай оңдаған мықты компаниялар табиғи, яғни шынайы түрде іріктеліп шығатын еді. Бірақ бұл жолдың бірнеше маңызды кемшіліктері бар еді. Біріншіден, тым ұзақ. Жақсы нәтижеге жету үшін кемінде 10-20 жыл керек. Ал ол кезде күтуге уақыт жоқ болатын. Екіншіден, американдықтар ақшасын беріп тұрғанда солтүстіктен төніп тұрған қауіпке тезірек сайланып, үнемі дайын болып тұруға қажет болған. Үшіншіден, Корея компанияларының өсуін күтіп уақыт соза берсең, біздің еліміздегідей шетелдік компаниялар ішкі нарықты басып алып, кейін отандық бизнестің дамуына үлкен кедергі болатын еді. Сол себепті Пак мырза екінші жолды, яғни осыған дейін сәтті жұмыс істеп келе жатқан чебольдарды қолдауды таңдайды. Бұл шешім жоғарыда айтылған мақсаттарға тез жетуге көмектеседі. Небәрі 20-30 жылдың ішінде Корея Республикасы озық батыс елдерінің деңгейіне жетіп, әлем нарығында олармен еркін иық тіресе алатындай жағдайға жетіп қалады. Чебольдардың ішіндегі қатаң тәртіп пен жоғары талаптың, жұмыс күшінің арзан болуы мен мемлекеттік қолдауының арқасында Hyundai, LG, Samsungтардың өнімдері Кореядан бастап ақш пен Еуропаның нарықтарын жаулап алып, әлі күнге дейін Корея бизнестері ұлғайып келеді. Бұл шешімнің арқасында Корея елі технологиялар мен инновациялардың ордасына айналып отыр. Әрине, оңтүстік Кореяның осыншама шарықтауы ақштың көмегінсіз болуы мүмкін емес еді. Пак Чон Хи билікке келісімен ақш өзінің қаржылай көмегін тоқтатқан жоқ. Тек бұл жолы қайтарусыз гранттар емес, несиелер мен инвестициялар ретінде ақша құйыла бастайды. Дәл осы қаражатты Пак генералы өзінің чебольдарына аямай беріп отырады. Ал кәрістердің элитасы, яғни сол чебольдар, немістер сияқты тарихи мүмкіндікті өткізіп алмай, аянбай еңбек етіп, мол табысқа жете білді. Содан бері кәрістер ертегідей бақытты да бақуатты өмір сүріп келеді деп айтуға болатын еді. Алайда бұл ертегі емес, шынайы өмір. Ал шынайы өмірде бәрі де мінсіз бола бермейді. Чебольдармен Кореяның осынау тез шарықтауы жұмыссыздық, таршылық, суицид, алқаштық, жалғыздық, бақытсыздық секілді көптеген әлеуметтік проблемаларға алып келіп отыр. Бұл проблемалар туралы Корея жайлы келесі видеомызда айтпақ ойымыз бар. Ал әзірше арнамызға жазылып, комментарийлерде біздің елге чебольдар сияқты үлкен корпорациялар керек па? Және оларды қалай құруға болатын жайлы өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Және тек бұл сұрақтарға емес, жалпы осы видео жайлы комментарийлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Себебі сіздердің әр жағымды, тіпті жағымсыз комментарийлеріңіз YouTube алгоритмдері арқылы арнамыздың дамуына тікелей септігін тигізеді.
келесі көріскенше бар болыңыздар.